Алтын башнен қияр баш. Қырым татар халық масалы. Бір адамның қарысы вепірті қызы бар екен. Бұл қыз ай десен айдан, күн десен күнден да дүлбер екен. Мал дегенде тек бір бұзавчықлары бар екен. Кел күн, кет күн, бұл қызчық баяғы бір яшларына келе. Қыз жағына келді дегенде, анасы хасталана. Қыз яна көе, ләкин әжелге чәре олыр му? Қызның анасы ақайыны чағыра да васиетін айта. Мен өлген соң, қызчығымны елге хор етме, бұзавчығымызны оңа бер, дей. Жоққа бармадан қызчықның анасы өле. Бабасы қарысын васиетін тұтып, бұзавны қызына бере. Ләкин қыз өксіз қалғанына янып, гечелеріні ағылап чықа, күндізлеріні ағылап кечіре. Қызның бабасы, «Ев қадынсыз олмас», деп түшіне. Қызым да анасын сағынып ағласа керек. Евленсем белке евкәрі чәзілір. Шайдейді қызы олған тұл бір апақайға евлене. Бұ апақай пек ярамас, кінді бір қадын екен. О евге келгенінен қызның урбаларыны тұтып ала, ось қызына кисеті. Оги қызның шай дүлбер олғаныны пақылап, оны ер күн көтеклей, хорлай, ач тұта, бүтін пис ішлеріні оңа бұйыра. Қызчық күндізлері бұзав отлата, юң ішлей, ақшамлары да бош тұрмай. Бойлечесіне 2 ел өтіп кетті. Күнлерден бір күн қызчық саба ертеге тұрып, бұзавны отлатмаға алып кетті. Кете-кете бір өзенчіктің янына барып тоқтай. Қызчық ойланып тұрғанда, өз анасыны хатырлайды, инжі кебі яшылар төкіп ағламаға башлай. Біраздан юқлап қала. Бұзав есе отлай өзенің о бір тарафына кече. Қызчық көзлеріні açқанымен бұзавның ұзақлаша башлағанын көріп, оны қайтармақ істей. Ләкин өзенден кече атқанда, ұрчығы суға түшіп кете. Огей анасындан көрежек жазасын түшініп, да зияде ағламаға башлай. Бұл өзеннің янында бір қартанай чық яша екен. Қартанай қызчықтың ағлағаны ешіткенінен оның янына келеді. «Неге ағлайсың, қызчық? Саңа не олды?» деп сұрай. Қызчық, «Неге ағламайым?» деп жеваплана. «Мен ер күн бұзав бақа-бақа, ұрчықнен юн ішлейім. Мына бұзавымы қайтарайым деп, өзенден кечежекте ұрчығым суға түшіп кетті. Ақшам евге қайтып барғанда, огей анайым кім біле насыл көтеклер?» Қартанай бұл қызчықны пек ажи. «Ағлама қызым», дей. «Мен сені бақытлы етерім. Сен отырда менің башымны бақ. Мен сенің тізлерін үстінде біраз юқлайым. Башымны баққанда, ондан ақ су, соң ешіл су кетер. Мені уятма. Сары су кете башлағанда, мені уятырсың. Анладың мы, қызым?» Қызчық, «Анладым, Қартанай», дейді, оның башыны бақмаға башлай. Қартанай башыны қызчықтың тізлеріне қойғанынан юқуға далан. Біраздан Қартанайның башындан ақ су, соң ешіл су кете. Қызчық оны уятмай, соң сары су кетмеге башлай. Қызчық, «Қартанай, енді тұрыңыз, сары су кете башлады», дей. Қартанай уяна да, бұл сары сумен қызчықтың башыны юа. «Сақ тұл, қызым, башыны чезме, қайда ювдың деселер айтма», дептен бейлей. Қызчық күн қона башлаған бір майлде евлеріне қайтып келем. Огей анасы қызының қолында ұрчығы олмағанны көріп, ондан сора біле отырмай, қызчықны көтеклемеге башлай. Гечелердің бірінде, ев ішінде епсі ұйқыға далған бір вақытта, Огей ана уяна да көргенлеріне шашып қала. Қаранлық евнің көшесі яп-ярық екен.
Aman atılıp tura da Ogey kızın yanına bara. Baksa ne görsün? Kızının saçları altın tellerge çevirilgen. O cekiri verip tez ayt saçlarını kayda ve nasıl bir suda yudun deydi kızçıkны keni kötekley. Zavallı kızçık ne yapacağını bilmegeninden aytmağa mecbur ola. Ozen yanında bir kartanayçık yaşay. Ana o menin başımı sarı suvnen yuvup yavlıknen bayladı. Saçlarım yaltırağanında şunun için olmalı. Bu sözlerini eşitken Ogey ana sabah açılmasını dört gözden bekley. Sabah açılganının kızını uyata da işin aslını ona anlatıp beri. Yaxşı qarap, kartanayını sarı su kete başlaganda uyat depten beri ala. Ogey ananın kızı buzavını aydap Ozen yanına alıp bara ve tıpkı anasının degeni gibi yapa. Ozenden atlayacak olup urçağını suğa düşüredi, son esalet ağlamağa başlay. Bu vakit kartanay peyda olup, "Nege ağlaysın kızçık, sana ne oldu?" dep soray. Kız, "Nege ağlamayım?" dep cevaplana. "Men gün buzav bakam, son urçıknen yun işleyim. Mına şimdi buzavımı kaytarayım dep Ozenden keçe aytkanda urçığım suğa düşüp ketti. Akşam evge kaytıp barganda Ogey anayım meni kim bile nasıl kötekler." Kartanay kızın aynayıcılıgını anlap, "Sen otur da menin başımны bak" dey. "Men senin tizlerin üstünde bir çırım yuku alayım. Başımı bakanda ondan ak su, son sarı su keter. Meni uyatma. Yeşil su kete başlaganda uyatırsın." Kız kartanayның başını bakmağa başlay. Ak su kete, sarı su kete uyatmay. Yeşil su kete başlaganda uyata. Kartanay tura da kızın başını yeşil suynen yuva. Kız kuvana evlerine kaytıp kele. Gecenin bir malinde anası uyanıp kızın başını çeze ama baksa ne görsün? Kızının saçları yeşil orkenlerge çevirilgen. Bu orkenlerde de hıyarlar öseyken. Anası hıyarlarını yulqa, lakin yulqan sayın olar da ziyade öseykenler. İşte bu günden son şu kızın adı Hıyarbaş kız olup kala. Ona hiç kimse kulak asmay. Ama Altınbaş kız gün sayın dülberleşe. Günlerden bir gün Hıyarbaş'ın anası öz kızının yanına alıp toyga keteler. Altınbaş kız, "Meni de alыңыз, toyga barıp biraz ilgileneyim" dey. Ogey anası, "Toyda senin işin yok, evni karavla, yun işle" dep onu birkaç kere türtküçley. Altınbaş kızçık evde yalnız bir ozu kalıp, göz yaşlarını tokup ağlap durganda banaki kartanay kelip kala. "Ne için ağlaysın kızçığım" dey. "Keni birevle incitdi mi?" "Ogey anam meni evde kaldırdı. Menin buzavçığımı soydu. Ozun Hıyarbaş kızını toyga alıp ketti. Şunun için ağlayım." Kartanay, "Sen kızçığım buzavım kemiklerini mağa getir, onu çukurga kömeyik" dey. Kızçık buzavının kemiklerini çıkara, olarını azbar içindeki çukurga kömeler. Son kartanay papuçlerini çıkarıp çukurga bir tepme uğra. Şu ara çukur açılıp onun içinden kapkara bir Arap çıka. Kartanay Arapka, "Kana Arapım, bir ayın içinde kız için bir katurba ve 2 atlı fayton hazır olsun" dep emretti. Arap gözden gayip olganымен üstünde altın nağışlı kaftan, altın tizili kadife fes, bilezlikler, yüzükler, sırgalar olgan 2 atlı fayton peyda ola. Kız kiyine, kartanaynen faytonga oturup toyga keteler. Fayton Hıyarbaş'ın anası ketmekte olgan gıcırdavuk macarının artından yedi. Ona toz çangatıp keçip keti. Toy azbarına barıp kirgende bütün misafirler olarını karşılap alalar. Altınbaş kızçıkны kelin yanına oturtalar.